Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дәмі де түрі де өте дәмді, ерекше әдемі болып шығатын шах палауын немесе хан палауын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай ұзынша күріш қажет болады, яғни длиннозерный. Жақсылап жуамыз және жылы суға 1 шай қасық тұз салып жақсылап араластырып, үстінен құйып 40 минутқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан бөлек жарты кесе ноқатты мен бір күн бұрын осылай суға бұқтырып алдым. Және қойдың еті қажет болады. Қойдың етін ірек турап осылай жылы суға салып аламыз, сонда артық қаны шығып кетеді. Және бізге үлкен 2 пияз және 1 сәбіз қажет болады. Пиязды осылай көлденеңнен турайтын боламыз. Пиязды қатты сақтамай тураймыз. Сәбізімізді видеодағыдай 1 келкі 4 бұрыш қылып турап аламыз. Одан бөлек бізге осындай қоңыр палауға арналған жүзім. Қазанымызды қыздырып, етімізді бірден майсыз салып тоқтырамыз. Бөлек ыдысымызға сәл сұйық май құйып, қыздырамыз. Пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қызарғанша қуырамыз. Етіміз өзінің суында қайнап бастағанда сәл тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай суы біраз буланып кету қажет. Етіміз осылай буланып суы кету үшін қақпағын ашып қойдық. Пиязымыз жақсы қызарды. Енді ұсақтап тураған сәбізімізді қосып қуырамыз. Сәбізіміз жақсы қызарып қуырылған соң, жарты қасық күркума қосамыз. Күркума осындай сары әдемі түс береді. Бұқтырылған күрішімізді шала қайнатып аламыз. Яғни пісуіне 5 минут жеткізбейміз. Етімізге сәл ұсақталған зира қостық. Қоспасаңыздар да болады, қоссаңыздар әдемі дәм береді. Осылай жақсылап күрішіміз дайын болды. Етімізде суы кетті, өзінің майында әдемі қуырылып жатыр. Қуырылып болған соң сәбізімізді қосамыз. Табамызға сары май салып ерітеміз. Бұған біз қазір ноқатпен жүзімді қуыратын боламыз. Бірінші ноқатты салып жақсылап қуырып аламыз. Біраз қуырған соң барып жүзім саламыз. Жүзімді бірге салсаңыздар, жүзім тез күйіп кетуі мүмкін. Жақсылап осылай үзбей араластырып отырамыз. Біраз жақсы иісі шығып қуырылған соң сәбізімізге қосып салатын боламыз. Дайын болды. Жақсылап араласуы үшін жақсылап араластырып қоямыз. Күрішімізде пісті, сорғытып алып қойдық. Енді бізге осындай лаваш қажет болады. Лавашымыздың бірінші бөлігін осылай кесіп аламыз. Сонда әдемі болып шығады асты. Жақсылап ерген сары маймен майлап қазанымызға саламыз. Қалған лаваштарымызды екі жағын майлап салатын боламыз. Жақсылап осылай бірін-бірін бастырып салып шығамыз. Барлығы 10 лаваш кетті. Осылай жақсылап майлап бірін-бірін бастырып шығамыз. Менде 2 түрлі лаваш болды. Біріншісі жай, екіншісі күнжітпен. Жай лаваштан да жасай берсеңіз де болады, ол маңызды емес. Менде болмаған соң осындай лаваш пайдаландым. Ең астына күрішімізді саламыз. Одан кейін ортасына осылай қуырған көкөністерімізді саламыз. Тағы да ортасына саламыз. Шетіне шығармай саламыз. Сол кезде күймей әдемі болып піседі. Күрішіңізге де жақсы сіңіп шығады. Бетіне де осылай күріштің қалғанын салып, бір келкі қылып, лаваштарды шетінен осылай бір келкі әдемі қылып бастырып жауып шығамыз.
дайын болған палауымызды духовкада 180 градуста 1 сағат пісіретін боламыз. Духовкаларыңыз қатты қыздыратын болса, міндетті түрде астын басыңыздар. Осындай ұстатқыштарын бәрін алып тастадық, себебі духовкада пісіреміз. Хан палауымыз, яғни шах палауымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге дайындап көруге кеңес берем. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Менің жолдасыма, жанұяма қатты ұнады. Бір отырғанда жеп қойдық. Сыртындағы корочкасы да өте әдемі, слоеный болып шықты. Себебі біз лавашты сары маймен майлап алдық. Ас болсын. Менің рецепттерім ұнаса, лүпіл басып пікір қалдырыңыздар. Тағы қандай ыстық тамақтың рецептін салғанымды қалайсыздар, комментарияға астына жаза кетіңіздер. Міндетті түрде оқитын боламын. Қолымнан келгенше сіздерге жасап көрсететін боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.